Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Қазір жаз мезгілінде көкөніс, жемістер өте қолжетімді. Қазір ыстық күнде ыстық тамақ ішкіміз келмейді. Дәл мынандай өте оңай 2-ақ заттан тұратын тіске басар дайындайтын боламыз. Бізге керегі 1 бокал күріш. Күрішімізді дәл видеодағыдай етіп, су құйып, тазалап, жуып алатын боламыз күрішімізді. Ал міне күрішті жуып алдым. Енді дәл осылай ситоға салып, күрішіміздің суынан ажыратып аламыз. Ал күріштен шыққан суымызды төгіп тастаймыз. Енді жаңағы ыдысымызға күрішімізді салып, үстіне суымызды құйып, кішкене тұз салып, отқа қойып, пісіріп алатын боламыз күрішімізді. Ал енді біздің күрішіміз піскенше біз 2 дана кабачкемізді сыртын ашып, қырғыштан өткізіп алатын боламыз. Кабачкеміздің 2 жағын тазалап алып, енді дәл осындай қырғыштан өткізіп алатын боламыз екеуінде. Ал міне қырғыштан өткізіп алдық. Енді ыдысымызға салып, үстіне кішкене тұз себеміз. Тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. 5-10 минутқа суы шыққанша қоя тұрамыз. Енді 1 дана пиязымызды майдалап турап аламыз пиязды. Өте оңай қыздар, үйде жасап көрсеңіздер болады. Өте 2-ақ заттан дайын болатын, өте дәмді, кешкі асқа да, түскі асқа да жасасаңыздар болады. Балдарыңыз сүйсініп жейтін болады. Міне біздің күрішіміз пісіп шықты, дайын, міне ыстық әлі. Бос ыдысымызға күрішімізді салып аламыз. Жаңағы барлық күрішімізді саламыз. Енді үстіне жаңағы 1 дана туралған пиязымызды да саламыз. Жаңағы міне кабачкеміздің суы шығып тұр. Міне суын дәл осылай жақсылап қолдарыңызбен сығып, құрғақ етіп, күріштің үстіне салатын боламыз. Ал міне кабачкеларымыз дайындап алдық. Енді үстіне 1 жұмыртқа, 1 қасық паприка, 1 қасық қара бұрыш, 1 қасық зіренің ұнтақталғаны, 1 қасық гинза салып, 2 қасық ұнымыз салып, кішкене қасықпен 1 қасық тұз салып, жақсылап мынаны барлығы жақсы араласқанша араластырып алатын боламыз. Міне менде дәл осындай масса болып шықты. Ал енді табағымызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Сұйық майымыз қызыған соң, дәл осылай 1-1 қасық алып, жан жағын дұрыстап салып шығамыз.
қатты отта пісірмейміз, орташа отта екі жаны қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Дәл осындай достар, барлығыны екі жағы қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Келесіде менің каналымнан қандай видеолар көргілеріңіз келеді, соны да жаза кетіңіздер. Егер видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда күнделікті жаңадан рецепттер шығып отырады. Оңай әрі дәмді, тез дайын болатын қолжетімді заттардан күнделікті рецепттерді көрсеңіздер болады. Кешкі асқа, түскі асқа, тіске басар, тәтті дәмді выпечкалар менің каналымнан көре аласыздар. Ал міне пісіп шықты екі жағы да. Енді алып, орнына тағы да салып, дәл солай барлығын пісіріп алдым. Міне барлығы осындай өте дәмді болып шықты. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын. Үйде жасап көріңіздер. Дәл осы рецепт қалай шықты, ұнап жатса, менің комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Міне, енді мен осындай тарелкамызға дәл үстіп тіске басарларымызды қойып шықтым. Міне, дәл осылай қалай сәндейсіздер, өз қалауларыңыз бойынша сәндей бересіздер. Мен дәл осылай қойып шықтым. Енді бұны немен жейміз деп ойласаңыздар, менің каналымда қайнатпастан жасалатын аджика бар. Мен дәл соны ортасына қойдым. Сонымен батырып біз жедік. Өте дәмді. Дәл үстіп столға қойсаңыздар болады. Үйде жасап көріңіздер. Өте тойымды, балаларыңызға өте қатты ұнайды. Тағы да жасап бер деп балаларыңыз айтатын болады. Үйде жасап көріңіздер.